Ассаламағалейкум, сіздермен ауылдағы гараж. Бүгін бізде Nexia болғанда да өліп қалған Nexia толықтай қалпына келтіру керек. Жалпы алдыңғы бөлшектердің барлығы ауысады. Капотта майыспаған жері жоқ. Крылода шпаклевка көп. Бампер деген сынып қалған. Екі крыло, капот, бампер, решетка, фара барлығы ауысады. Мына жағының крылосы вообще жаман болып жатыр. Мына есікте де зақымданған жер бар. Мына айналарын ауыстыру керек. Пароктар деген масқара болып жатыр міне. Мына жерлерде шіріктері бар. Мына жақта шіріктері бар. Жалпы төбесі мен артқы мына багажниктің крышкасы ғана аман. Басқа жерлердің бәрі зақымданған. Бамперді де ауыстыру керек, артқы бамперді. Фараларын да ауыстыру керек. Сынып қалған ана жерлері. Жалпы мына жақтағы крылода тесіліп қалған міне. Осында жамау керек. Мына жақта пароктарды сондай міне. Осының бәрін толықтай қалпына келтіріп шығу керек. Жұмыс тек сыртында ғана емес, ішінде де біраз жұмысы бар. Ең бірінші мына орындықтың жағдайын қараңыздар. Отырып кеткен кәдімгідей, астына ағаш тығып тастаған. Мына жақтарының дефлекторлары жоқ. Мыналар балқып қалған. Осының бәрін ауыстыру керек. Терезелері міне жіппен тұрады. Жіп пакет деген бұл. Былай тартасың. Терезе түседі. Осылай. Мына жақта сосын бензин сосын былай жалғайтын еткен. Мынаны бір-біріне жалғап, сосын оталдырады. В общем, әдемілеп тастаған бәрін. Мына вентилятор қосатын бізде. Мына есіктер мен терезесі мынандай болып жатыр, обшивкалары. Мыналардың бәрін орнына салу керек. Асты жақтары есіктен шіріп кеткен. Капоттың асты жағында толықтай бояймыз деп отырмыз. Өйткені өңі қашып кеткен, мына жерлерде міне сынып жатыр. Осының бәрін варт ету керек. Мына жақтарда міне түрі жаман болып кеткен. Телевизор ауысқан. Міне Nexia-ның телевизор ауыспағаны жоқ шығар енді. Мына жақтан көрініп тұр. Бірақ лонжерондары аман. Мына жақтан көрсетейін. Көрінсе егер міне. Лонжеронда майысқан жер жоқ. Мотор привозной салынған, моторға тиіспейміз. Тек выжимнойын ауыстырамыз. Дауыс шығып тұр кішкене. Коробкада сосын саниттерін ауыстыру керек. Коробканың майы жіберіп тұр. Мынаның бәрін толықтай түсіріп тастаймыз. Мотор коробканы бояп алу үшін. Жүк салғыш бөлігінде толықтай бояу керек. Іштерін мына жақтарын, мына жерлер тат басқан міне. Ертең шіріп кетпеу үшін осының бәрін түсіріп тастап әдемілеп бояу керек. Артынан қатты соққы болмаған, мына жағында мүлде соққы болмаған міне. Әбеш жұмғы жасалған мына жақтарына. Бәрі өзінің келмейтініне тұр. Мына жағында мына бұрышта кішкентай. Осы жерден бір соққы болған екен. Басқа жақтары әдемі тұр. Сосын глушительдің гофрасымен артқы бачокты салу керек. Мына жерде жоқ бұның глушитель. Ана жерден үзіліп қалған. Осыны салу керек. Машинаның жағдайы осы. Бұйырса бісміллә деп бастаймыз.